Жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде бағытын өзгертеді. Бұл құбылыс жарықтың сынуы деп аталады. Жарықтың сынуы орталардың оптикалық тығыздығына байланысты болады. Тығыз ортада жарықтың жылдамдығы азаяды. Шекараға перпендикуляр жүргізілген сызық нормаль деп аталады. Түсу және сыну бұрыштары осы нормальға қатысты өлшенеді. Жарықтың сыну заңы бойынша түсу бұрышы мен сыну бұрышы арасында байланыс бар. Бұл заң жарықтың әр ортада әр түрлі таралатынын көрсетеді. Жазық параллель пластинада сәуле 2 рет сынады. Шыққан сәуле бастапқы сәулеге параллель болады. Сәуле жолын салу үшін алдымен нормаль жүргізіледі. Содан кейін түсу және сыну бұрыштары белгіленеді. Егер жарық тығыз ортадан сирек ортаға өткенде, түсу бұрышы белгілі бір мәннен асса, толық ішкі шағылу байқалады. Бұл жағдайда жарық толықтай кері шағылады. Суға салынған зат сынғандай болып көрінеді. Бұл жарықтың сыну құбылысының күнделікті өмірдегі көрінісі. Абсолют сыну көрсеткіші жарықтың вакуумдағы жылдамдығының ортадағы жылдамдыққа қатынасы арқылы анықталады. Бұл шама ортаның оптикалық қасиетін сипаттайды. Салыстырмалы сыну көрсеткіші екі ортаның сыну көрсеткіштерінің қатынасына тең. Ол жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткендегі өзгерісін сипаттайды. Жарықтың сину құбылысы көзілдіріктерде қолданылады. Ол көру қабілетін түзетуге мүмкіндік береді. Толық ішкі шағылу оптикалық талшықтарда қолданылады. Ол ақпаратты жарық арқылы үлкен қашықтыққа жеткізуге мүмкіндік береді.